333 есепте меншікті жылдамдық берілген, ағыс жылдамдығы берілген және уақыт берілген. Қанша километр қашықтыққа барғанын табуымыз керек, яғни S-ті табуымыз керек. Бұл жерде қашықтықты табу үшін мына формуланы қолданамыз, яғни меншікті жылдамдыққа ағыстың жылдамдығын қосамыз және оны яғни уақытқа бөлеміз. Енді S-ті табатын болсақ, сан мәндерін қоямыз. Меншікті жылдамдық деп тұрғанымыз ол 28. 28-ге 3-ті қосып 4-ті көбейтетін болсақ, онда бізде 124 шығады. Яғни жауабы бізде S деп тұрғанымыз 124 километр екені табылады. 334 есепте меншікті жылдамдық берілген, ағыс жылдамдығы берілген және уақыт берілген. Енді сұрақ, ағысқа қарсы қанша жол жүргенін табу керек, яғни қашықтықты табу керек. Ол үшін біз не істейміз? Меншікті жылдамдықтан біз азайтамыз ағыстың жылдамдығын, соны уақытқа көбейтеміз. Енді есептейтін болсақ, онда S деп тұрғанымыз 18-ден 2-ні азайтып, оны 3-ке көбейтеміз деген сөз. Яғни 16-ны 3-ке көбейтсек 48 шығады. Яғни мұнда қашықтық 48 километр болып тұр. Есепте ағыс жылдамдығы 2 км сағат екені белгілі, қашықтық 15 км екені белгілі, қайықтың меншікті жылдамдығы белгілі 7 км сағат екені және қайық өзенде неше сағат жүзгендігін, яғни уақытты табуымыз керек. Бұл жерде ағыс жылдамдығы 2 км сағат деп берілгенімен, мына жерде қайық ағысқа қарсы жүзіп тұр. Яғни біз бұл жерде меншікті жылдамдықтан ағыстың жылдамдығын азайтуымыз керек. Яғни уақытты табу үшін біз білеміз, біз қашықтықты бөлетін едік жылдамдыққа. Енді бізде жылдамдық 2 жылдамдық, яғни ол біз меншікті жылдамдығынан ағысқа қарсы жүзгендіктен ағысының жылдамдығын азайтып тастаймыз. Енді есептейтін болсақ, S деп тұрғанымыз сан мәндерін қояйық. S деп тұрғанымыз ол қашықтығымыз 15 екені белгілі. Оны бөлеміз. Меншікті жылдамдығымыз 7 км сағат, ағыстың жылдамдығы 2 км сағат. Есептейтін болсақ, 15 бөлінген 5, яғни 3 шығады. 3 сағат екені шығады. Сонда жауабы 3 сағат. 338 есепте осындай есеп берілген. Судың ағыс жылдамдығы 30 метр минут екені белгілі және ойыншық моторлы қайық қандай жағдайда жүзеді, қандай жағдайда жүзбейтінін анықтауымыз керек. Біріншісінде 28 метр минут меншікті жылдамдық ағыспен берілсе, яғни меншікті жылдамдығы 28 метр минут болса, және ағысының жылдамдығы белгілі, онда 28-ге, яғни 30-ды қосамыз, 58 метр минутпен жүзеді. Екіншісінде енді ағыспен 40 метр минут меншікті жылдамдықпен жіберуге мүмкін, яғни ол 70 метр минутпен жүзеді екен. Үшіншісінде 30 метр минут меншікті жылдамдықтан ағысқа қарсы жіберілсе, яғни меншікті жылдамдықтан біз ағыстың жылдамдығын азайтамыз, 30-дан 30-ды азайтамыз, яғни бұл жерде 0 шығып қалады. Бұл жерде, яғни үшінші жағдайда, яғни Б жағдайында бізде бұл жүзбей қалады екен, яғни бір орында тұрып қалады. 330 есепте ағысының жылдамдығы белгілі, қашықтық белгілі және меншікті жылдамдық белгілі болып тұр. Енді бізде уақыттарын табу керек. Егер катер айлаққа барарда ағыспен жүзетін болса, қанша уақытта барды дейді. Егер ағыспен жүретін болса, онда біз осы 120-ны бөлеміз ағыс жылдамдығы мен меншікті жылдамдықтың қосындысына. Яғни 120-ны біз 24-ке бөледі екенбіз. Сонда бізде 5 сағат деп шығады. Бұл бірінші уақытымыз болсын. Енді екінші, катер қанша уақытта айлақтан қайтып келеді. Яғни қайтып келетін болса, ол ағысқа қарсы жүзіп келеді. 120-ны бөлеміз, 22 яғни меншікті жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтып тастаймыз. Сонда ол 120-ны біз 20-ға бөледі екенбіз. 120-ны 20-ға бөлсек 6 сағатта, келгенше 6 сағат жүзіп келеді. Енді катер қанша уақытта айлаққа барып қайтты дейді. Яғни барып қайтып келді. Сонда біз жалпы уақытты тапқанда біз осы Т1 мен Т2-ні қосамыз. Бұл Т1 деп тұрғанымыз 5 сағат, Т2 деп тұрғанымыз 6 сағат, сонда барлығы ол барып келгенде 11 сағат жұмсайды екен.